Қаладағы Теріскей шағын ауданындағы 59-шы, 66-шы, 67-ті, 68-шы көпқабатты үйлердің аулаларында су құбырлары алмастырылып, құдықсыз ысырмалар мен гидранттар орнатылды. Инвестиция бағдарламасы аясындағы жұмыстарды су ресурстары маркетинг кәсіпорнының тапсырысымен БМ Прогресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді. Қазіргі кезде қазба жұмыстар толық аяқталып, жоба бойынша түйіндерде бесколодочный жаңа үлгідегі задвижкалар мен пожарный гидранттар монтаждалуда. Монтаж жұмыстары толық аяқталғаннан соң жаңа құрылған құбырға жоғары қысымда 10 атмосферді гидравликалық сынақ жүргізіледі. Сынақ өткен соң жаңа құбыр пайдаланысқа беріледі. Құрылыстың жалпы сомасы 24 миллион теңге. Құрылыс жүргізу мерзімі 3 ай. Ұзындығы 400 метрді құрайтын, диаметрі 150 миллиметрлі орталық су құбырының жалпы үйлік су есептегішіне дейінгі бөлігі жаңаланып отыр. Жүйелі жұмыстардың сапалы орындалуы мамандармен қатар қоғам белсенділері және салалық сарапшылардың назарында. Инвестиция қалай? Тұтынушылардың есебінен болып жатқан, тарифтің есебінен болып жатқан инвестиция қалай орындалғанын бізге водоканал көрсетіп отыр. Бұны көрдік бүгін, өте жақсы жаңалықтар. Мысалға, жаңағы пожарный гидрант дегенді қойып отыр екен. Бұрын колодеске неғып әуре болатын жағдай, енді одан кейін жаңағы екінші задвижкаларын. Ода колодестің орнына ыңғайлы, ықшамды нені жаңағы сода оборудование қойып отыр, соны ауыстырып. Одан кейін 400 километр ма? 400 метрді ауыстырып отыр осы, 3 үй ма, 4 үйден есебінен. Оның сомасы бізде неде бар? 24 миллион теңгенің инвестицияға істелген жұмысын бізге отчет беріп көрсетіп отыр. Жақсы орындалған. Бізден жаңағы водоканалға рахмет, қызметкеріне сол өзі істелген жұмыстарын тұтынушының алдында көрсетіп отыр. БМ Прогресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары ендігі кезекте қазылған жерлерді тегістеп асфальттауға кіріседі.